Волонтер жылы аясында елімізде көптеген игі бастамалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік грант аясында ұйымдастырылатын Біргеміз білім жалпыұлттық жобасы. Ел жастарының білім-білігін арттыруға бағытталған жобаның бір бағыты оқушыларға ағылшын тілін оқытуға арналған. Аталмыш жоба аясында шілденің 7-сі мен тамыз айының 31 аралығында Ақтөбе облысының ауылды елді мекендерінің оқушыларына арналған ағылшын тілі курсы ұйымдастырылды. Курсқа 487 оқушыдан өтінім түсіп, 250 оқушы іріктеліп алынды. Оның ішінде көпбалалы отбасылардан 143, асыраушысынан айырылған 18, мүмкіндігі шектеулі 2 және аз қамтылған отбасылардан 35 оқушы қатысты. Оқушылардың тілдік деңгейі анықталып, нәтижесінде 13 elementary тобы, 2 pre-intermediate тобы жасақталды. Курс барысында оқушыларға арналған видео сабақтар түсіріліп, YouTube желісіне жүктелді. Курс бойынша өңірлік 15 волонтер оқытушы жұмылдырылып, олар оқушыларға Zoom, Skype қосымшалары арқылы онлайн волонтерлік қызмет көрсетті. Сондай-ақ, оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын арттыру мақсатында 3 онлайн кездесу ұйымдастырылды. Ағылшын тілін үйренуге қатысты пайдалы кеңестер мен жетістікке жету жолындағы тәжірибелер туралы талқыланған онлайн кездесуде оқушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берілді. Курс бойынша бақылау емтихандары алынып, қатысқан оқушыларға сертификат табысталды. Менің есімім Есенғосова Гүлмира Апатқызы. Мен Ақтөбе қаласынан боламын. Біргеміз білім атты жобасымен бірге жазғы айларда өзімді волонтер ретінде көрген болатын. Оқушылармен бірге бір топта 15-тен аса оқушы болған. Оларды ең бірінші ағылшын тілін жүйелі дайындалып оқуға, екіншіден оны түсінуге, ал үшіншіден ең бастысы ағылшын тілін сүйіп оқуға үйреткен болатынмын. Курстың аяғында оқушыларым бірге тест тапсырып, өздерінің сертификаттарын алып, осы жобаның ұйымдастырушыларына алғыстарын білдірген болатын. Осы жоба ұйымдастырушыларына және барлық менің әріптестеріме тек алға және сәттілік тілеймін. Мен Дәурен Қызыдана, Арқыз ауданы Баян ауылында жалпы білім беретін болса, мен 8-інші білім алушысымын. Мен өзімнің жазғы каникулдағы бос уақытымда ағылшын курсына қатысып, тиімді өткіздім. Бұл ағылшын курсы бір айға созылды. Бұл курста бізде ұстаздықты Әсем Ильяс ұстазым болды. Әсем Ильяс апай бізге сабақты өте түсінікті әрі көңілді және қызықты өткізді. Маған осы ағылшын курсының тиімді жауап өзімнің болашақта өміріне ағылшын тілінің септігін тигізуі және осы үшін мен Әсем Ильяс апайға өзімнің алғысымды айтамын. Ақтөбе облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі.